Саламатсыздар ма? Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің ақпараттық технологиялар кафедрасының арнайы пән оқытушысы Қойланова Балнұр Болатқызы. Құрметті екінші курс студенттері, мен сіздерге алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері пәні бойынша сабақ беретін боламын. Дайын болсақ, онда сабағымызды бастайық. Ал студенттер, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дельфидің біріктірілген ортасы. Бүгінгі сабақтың мақсаты дельфидің негізгі компоненттерімен танысу, дельфи жеті ортасында бағдарлама құруды, мәзір құру компоненттерімен жұмыс жасауды, яғни мәзір құруды, графикалармен жұмыс жасауды меңгеру. Бүгінгі сабақ барысында біз ең әуелі дельфи тілінің негізгі компоненттерімен танысатын боламыз. Екінші, форум 1 терезесінде логин және пароль жүйесін құруды үйренеміз. Үшінші, дельфи 7 интеграциялық ортасында меню құруды үйренетін боламыз. Дельфи 7 интеграциялық ортасында негізгі терезесінде компоненттер палитрасы орналасқан. Стандарт, additional, Win32, System, Data Access, Data Controls бұл компоненттер палитрасы. Енді әрбір компонент палитрасында қандай компоненттер орналасқан, соны көріп өтейік. Стандарт компоненттер палитрасында button, label, edit, group box, combo box, memo, main menu, panel, checkbox, list box, radio group, popper menu. Additional'da bit button, speed button, image компоненттері бар. System палитрасында timer, media player және paint box. Негізінен бұл палитраларда бұдан да басқа көптеген компоненттер орналасқан. Бірақ мен сіздерге тек қана жиі қолданылатын ең негізгі компоненттерді айтып өттім. Ал енді студенттер осы компоненттерді қолданып программа құруды үйренейік. Ал студенттер бізге программамен жұмыс жасау үшін дельфи 7 бағдарламасы қажет. Өткен сабақта мен сіздерге дельфи 7 бағдарламасын орнатуға тапсырма берген болатынмын. Барлықтарыңыз орнатып алдыңыздар деп ойлаймын. Ал енді программа құруды бастайық. Біз қазір форум 1 терезесінде логин және пароль жүйесін құратын боламыз. Ол үшін бізге стандарт палитрасындағы компоненттер 2 label, 2 edit және 1 button компоненті қажет. Бірінші label'дан бастайық. Label компонентінің үстіне барып 2 рет басамыз. Сол кезде форум 1 терезесінде өзі орналасады. Тағы бір label керек. Міне 2 label. Енді 2 edit қажет бізге. Edit'ің үстіне басып 2 рет басамын. Сол кезде өзі форумға пайда болады, форум терезесінде. Тағы бір edit қажет. Енді 1 button компоненті қажет. Міне 2 label, 2 edit, 1 button. Енді біз осы компоненттердің пішіндерін өзімізге қажетті түрде өзгертейік. Ұлғайтып алайық, кішірейту қажет болса, кішірейтуге болады. Енді біз осы тұрған компоненттердің аттарын өзгертейік. Label 1-ге логин деп жазуымыз керек. Ол үшін label 1-дің үстіне барып 1 рет басамыз. Сол кезде бізде Object Inspector терезесінде caption деген жолда label 1 дегенді өшіріп, оның орнына логин деп жазамыз. Object Inspector терезесінен біз фонт деген бөлімді тауып алайық. Фонттың сол жағында қосу белгісі тұр. Осы қосу белгісін 1 рет басамыз.
осы қосу белгісін басқан кезде осындай үш нүкте пайда болады. Осының үстін басамыз. Сол кезде положенный таңдайық, размеріне 14-ті таңдайық. Окей деп басайық. Міне, логин, пароль, вход үшеуі де бірге өзгерді. Қарасаңыздар размерлері. Енді біз сурет қояйық осы жерге, сурет қою үшін бізге image компоненті қажет. Ол үшін мен image бізде additional палитрасына орналасқан, image'дің үстін 2 рет барып басамын. Сол кезде өзі форм бір терезесінде пайда болады. Енді осы image-ға суретті орналастыру үшін image-дің үстін 1 рет басамын. Object Inspector терезесіндегі picture деп тұрған жерге now-ның үстін 1 рет басамын. 3 нүкте пайда болады. Үстін басып, өзіме қажетті суретті таңдап аламын. Міне, суретті біз көрініп тұрған жоқ, өйткені қарасаңыздар размері келмей тұр. Осының размерін өзгерту үшін Object Inspector терезесінде бізде stretch деген бөлім бар. Осы жерде false-ті біз true-ға ауыстырайық. Сол кезде міне размері келіп тұр. Ал енді form бір терезесінің түсін өзгертуге болады. Ол үшін Object Inspector терезесіне барып, color деген жол бар. Сол жерден өзімізге қажетті түсті таңдап аламыз. Міне, осылай сурет қойып, түсін ауыстыруға болады. Ал енді біз код жазуға келеге, ол үшін вход деген кнопканы 2 рет басамын. Осындай код жазатын терезе пайда болады. Осы жерге егер менің деп, егер edit 1 нүкте текст тең апостроф логинге мен Балнұр деп жазайын. Апострофты жабамыз. Жақшаны жабайын. Анды және енді біз edit 2 парольді жазуымыз керек. Edit 2 нүкте текст парольге мен 1, 2, 3 деп берейін. Апострофтың ішіне жазамыз. Апострофты жабамыз. Жақшаны жабайық. Сосын then қайтадан begin деп жазамын. Яғни басы form 2 нүкте show. Қазір мен сіздерге не үшін мұндай код жазып жатқанымды түсіндіретін боламын. Нүктелі үтір and else show message енгізілген мәліметтер дұрыс емес. Қазақша әріптерді Delphi-де қабылдамайды. Қараңыздар, енді осы жазған кодты мен компиляторға жіберейін. Form 2 дұрыс емес, өйткені біз Form 2 терезесін ашқан жоқпыз. Не үшін ашамыз, оны қазір айтамын. Міне Form 2 терезесін ашып алдық. Ал енді компиляторды басамын, сақтаймыз Form 2-ні. Қайтадан жіберемін. Міне, логинге Балнұр деп жазамыз. Біз өйткені Балнұрды жаздық. Парольге 1, 2, 3 входты басам. Міне, бізде Form 2 терезесі ашылды. Егер де мен басқа логин жазатын болсам, мысалы, арай деп жазатын болсам, арай деп парольге 1, 2, 3, 4 деп жазайын. Вход жазам, входты басам, сол кезде енгізілген мәліметтер дұрыс емес деп шығарып береді. Яғни қарап отырсаңыздар, мысалы, бізде form 1 терезесіндегі үшін мұндай кодты жазғанымды түсіндірейін. Бізде Балнұрды edit 1-ге жазамыз. Яғни сол үшін егер бұл жерде if деп отырғанымыз шартты оператор. Егер условия қойып отырмын, егер edit 1 жолағына Балнұр деп жазсам, және edit 2 жолағына 1, 2, 3 деп жазсам,
входты жазған кезде онда форм 2 терезесі ашылады деп тұр. Егер дұрыс енгізсем мәліметтерді, осы сәйкесінше логинге балнұр, парольге 1-2-3-ті енгізсем, онда форм 2 терезесі ашылады деп тұр. Немесе егер де біз мәліметтерді дұрыс енгізбесек, онда бізге енгізілген мәліметтер дұрыс емес деп шығарып береді. Бұл жерде show message деп отырғанымыз бізге бағана кішкентай терезе шығарып берді ғой, мәліметтер дұрыс емес деген. Сол терезені экранға шығару үшін show message командасын қолданады екенбіз. Бұл логин және пароль жүйесін құру түсінікті деп ойлаймын. Ал енді біз форм 2 терезесімен жұмыс жасайық. Форм 2 терезесінде біз меню құруды үйренетін боламыз. Ол үшін бізге стандарт компоненттер палитрасындағы main меню компоненті қажет. Main меню компонентін форм 2 орналастырып аламыз. Орналасқан main меню компонентінің үстінен 2 рет басамыз. Сол кезде бізде арнайы меню құратын терезе пайда болады. Осы терезеге біздің менюдің негізгі беттерінің атын жазамыз. Бірінші бетке мен главная бетіне кірген кезімізде бұл жерге новости бөліміне кіру қажет бізде. Новости. Яғни главнаяның үстіне басқан кезде новости деген бет шығу керек. Екінші оценка. Яғни әрбір пәннен алған бағаларымыз шығып тұру керек. Оценка. Оценканың ішіне барғанда әрбір пәннен жеке-жеке математика болу керек. Математика. Расписание. Расписаниеға кірген кезімізде әрбір күнде шығып тұру керек. Понедельник. Осылай біз меню құратын боламыз. Мысалы, сіздер қарап отырсаңыздар, понедельниктің үстін басқан кезімізде бізге понедельник күнгі расписанияны шығарып беру керек. Ол үшін біз жаңа форма ашуымыз қажет. Ол үшін понедельниктің үстін 2 рет барып басамыз. Сол кезде бізде осындай терезе, яғни код жазылған терезе пайда болады. Осы жерге біз өзімізге қажетті формамызды, яғни форм неше бізде 3 па, 4 па, соны ашып аламыз. Ол үшін менде 3-ші форм, сол үшін форм 3.show деп жаздым. Яғни 3-ші форм ашылу керек. Математиканың үстіне басқан кезімізде. Енді осыны көрейік. Компиляторға барамыз. Балнұр. Логин бізде балнұр. Пароль 1, 2, 3. Вход. Кірмей тұр біздің неміз. Бізде логин балнұр. Пароль 1, 2, 3. Вход. Енді главнаяға кірем. Новости ашылмайды. Себебі мен ешқандай ол жерге форма ашқан жоқпын. Расписанияға кірем. Понедельникті басам, менде новый форма ашылды. Бірақ ол бос форма ашылды. Себебі мен ешқандай расписанияны орналастырған, енгізген жоқпын. Сондықтан бос терезе шығып жатыр. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Менюді қалай құрамыз, әрбір формды қалай ашамыз, оның барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Біз форм 1 терезесімен, форм 2 терезесімен жұмыс жасадық. Ал енді үй жұмысына мен сіздерге өз қалауларыңыз бойынша, өздеріңіздің ойлау жүйелеріңіз бойынша форм 1 терезесінде логин және пароль жүйесін құрамыз. Екінші тапсырма форм 2 терезесінде мәзір құруды, яғни меню құруды
орындайтын боламыз. Барлығы сіздердің өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты, сондықтан барынша дизайнына мән беріңіздер, фонына мән беріңіздер, неше түрлі эффекттермен жұмыс жасаңыздар, барынша әдемі логин пароль жүйесін құруды, әдемі меню құруды қадағалаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.